Мен Сұлтанәлі Оразжан, Қазақстан азаматымын. 2017 жылы 7 желтоқсанда досым Асқар Азатбек, Қазақстан азаматы. 1976 жылы туылған. Жеке куәлік нөмірі 042-17-43-31. Екеуміз сауда байланысымен Қытай және Қазақстан шекарасындағы экономикалық сауда аймағындағы МСП базарына барып, Қазақстан жақ бөлігі Самұрық Қазына сауда кешенінің алдындағы бүркіттің түбінде кездесіп тұрған кезде екі жіп мәшине келіп, жасыл жіп мәшинелер келіп тоқтап, бір мәшинеден 4 адам мені сразу басып алды. 1 минутта мен жерге басып тұрды да қайтадан тұрғызып, менің документімді тексеріп, мені көтеріп алған қарапкөмнің ішін ашып көріп, қайтадан мен мапосың өшті ма деп сұрады. Сол мапосың өшті деп айттым. Содан кейін менің документін қайтадан берді, сразу кетті. Қарасам Асқар досымды тағы бір мәшинеге салып сразу ары қарай өтіп кетті. Содан бері Қорғас полициясы және сыртқы істер министріне хат жаздық. Енді Қазақстан үкіметі сыртқы істер министрінен осы заңсыздықты толық тексеріп, Қытай полициясының ескертпестен Қазақстан азаматтарын ұстап кету заңсыз әрекетін заң бойынша тоқтатуды, Қазақстан азаматтарының құқығын қорғауда Азатбек Асқарды босатуды сұраймын.